Ораза мұсылманның 5 парызының бірі. Рамазан айы келісімен ислам дінін ұстанушылар таң атқаннан күн батқанға дейін өзін астан тежейді. Сондай-ақ оразаны бұзатын амалдардан аулақ жүреді. Ораза уақыты таң намазы кірген сәттен басталып, күн батқанға дейін жалғасады. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Ораза ұстау тәртібі: тыйылу, тамақ жеуге, ішуге және ерлі зайыптылардың жақындасуына таңсәріден күн батқанға дейін тыйым салынады. Алла тағала Құран кәрімде былай деген: ақ жіп пен қара жіп ажыратылып, танылғанша, таң ағарғанша жеңдер де ішіңдер. Содан күн батқанша ораза ұстаңдар. Ниет екі түрлі болады. Біріншісі, күнделікті ауыз бекітер алдында сол күнгі ораза тұтуға ниет етеді. Екіншісі, Рамазан айының алғашқы күнде бүкіл бір Рамазан айына ниет етеді. Сондықтан да пайғамбарымыз Мұхаммед әрбір жақсы амал ниетке байланысты деген. Ораза кімдерге міндет? Ораза ұстау әрбір мұсылман еркек пен әйелге парыз. Шарттары: мұсылман болуы, балиғатқа жеткен болуы, ақылы есі бүтін болуы, мұқим яғни бір жерде тұрақты болуы, дені сау болуы, әйелдер итеккі мен нифастан таза болуы керек. Оразаның дәлелді жағдайлармен тоқтатылуы: әйелдердің хайыз және нифас күндерінің келуі адамды қауіп-қатерден құтқаруға байланысты. Мысалы, суға батып бара жатқан адамды құтқару кезінде су жұту тағы басқалар. Сапарға шығып, мүсәпір болған жағдайда ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Науқастың ораза ұстайтын күш-қуаты болмаса, не аурудың асқынуынан қорықса, екіқабат не бала емізетін әйел өзіне не баласына нұқсан келуінен күмәнданса, оразасын тоқтатуға болады. Жоғарыда аталған жағдайларға байланысты ораза тұтуды тоқтатқан адамдар кейін күніне күн қазасын өтейді. Оразада ұмытып жеу: сендерден кімде-кім оразада ұмытып ішіп жеп қойса, оны Аллах тағала тамақтандырып сусындатқаны. Ол адам оразасын толықтырсын делінген. Сәресі ішудің артықшылығы: сәресіге тұрып тамақ жеу мүстахаб. Сәресі тамағы ораза ұстауға күш береді. Дұғалар қабыл болатын уақыттардың бірі сәресі уақыты. Сәресіге тұрған адам тілектерін айтып дұға етіп, Аллах тағаладан күнәларының кешірілуін сұрау керек. Сүйікті пайғамбарымыз: сәресіде тамақ жеңдер, өйткені сәресі тамағында берекет бар деген. Рамазан айының жақсылықтары: Рамазан айында жұмақтың қақпасы ашылады, тозақтың қақпасы жабылады. Шайтандар шынжырланады. Рамазан айында ораза тұту Аллахтың құлының өткендегі бүкіл күнәларының кешірілуіне себепші болады. Шексіз ұлық Аллах оған мадақ: ораза тұтушының егер ол оразасын бұзбаса, дұға тілектерін қайтармайды. Рамазан айында бір өзінде 1000 айда құлшылық еткендей қасиет дарыған қадір түні бар. Құранда Аллах тағала былай дейді: «Ей иман еткендер, сендерге бұрынғыларға парыз етілгендей ораза парыз етілді». Алла тағала оразамызды қабыл алып, Құран мен сүннетке сай қайырлы іс қылуды нәсіп етсін.